Алаған қолым береген деген тақырып. Білімге терең бол, білім, ой. Жарайсыздар. Айран сұрай келген соң, тұман түбі жұт дейді. Тұман түбі жұт. Оңай мақалдардан бастап отырмын. Қараңыздаршы. Айран сұрай келген соң, өсиетке терең бол. Ол да әдемі жауап болады екен, я? Шелегіңді жасырма. Ол жас қосылған екен бізге Астанадан. Алғанды білген анайы дейді. Алғанды білген анайы. Алғанды білген анайы. Жарайды, өзім айта берейін, уақытты созбай. Бергенді білген сыпайы дейді. Әдемі мақал, я? Бергенді білген сыпайы дейді. Ал кеттік, ұзақ мақал екен. Жақсы жігіт сырқаттанса, көңілін сұрар ағайын. Жақсы жігіт сырқаттанса, көңілін сұрар ағайын. Жақсы жігіт сырқаттанса, көңілін сұрар ағайын. Жауабын өзім айта берейін бе? Әлде ойланып отырсыздар ма? Жақсы жігіт сырқаттанса, көңілін сұрар ағайын. Жаман жігіт сырқаттанса, ешкім баспас маңайын деген мақал екен. Енді осы мақалды барлықтарыңыз дұрыс табасыздар деп ойлаймын. Кімнің арбасына отырсаң, кім жауап берер екен? Кімнің арбасына отырсаң, жақсылардың көңілін әр кез іздеп табайын дейді. Қайрат, сіздің жауабыңызды қабылдады. Қайрат Мұхамбетов. Соның жырын жырлайсың. Келесі тақырыпқа көшейік. Келесі тақырып. Жақсылық қылсаң бүтін қыл. Жақсылық қылсаң бүтін қыл деген тақырып. Ары қарай кеттік. Жақсылық еткен озар. Соның әнін айтасың. Я, мен де солай естігем осы мақалды. Пердегүл апай, рахмет сізге. Белсенді болып отырсыз. Сізді көп байқап отырмын. Әр кезде әрқалай айтылатын болу керек, я? Соның әнін айтасың, соның жырын жырлайсың. Жақсылық еткен озар, жамандық еткен тозар. Талғат аға, жауабыңыз қабылданды. Сыйғылсаң сыпыра қыл дейді. Жақсылық еткен озар, жамандық еткен тозар. Талғат Қашқынбаев ағамыздың жауабы дұрыс қабылданды. Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі. Барлығыңыз білесіздер, қайсыңыз ептілік танытып жазып үлгереді екенсіздер. Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі. 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 Қане. Жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі. Дұрыс, Гүлім Омардың жауабы қабылданды. YouTube арнадағы көрермендер. Бірінші болып Гүлімдікін оқыдық. Енді келесі. Жақсылық қылсаң халыққа бір қайырымын аларсың. Әрі қарай
4 жолдан тұратын мақалдарды да қосайық, иә? Арасында жақсылық қылсаң халыққа бір қайырымын аларсың. Мәрт кісінің ісі. Жақсылық қылсаң халыққа бір қайырымын аларсың. Жамандыққа жақсылық, арлы кісінің ісі, олай да айтылады екен, иә? Ер кісінің ісі, арлы кісінің ісі, мәрт кісінің ісі. Келесі мақал, достар. Жақсылық қылсаң халыққа бір қайырымын аларсың. Бір қайырымын аларсың. 4 жолдық мақал. Жамандық қылсаң халыққа қайраңдап шетте қаларсың, дұрыс айтасыз. Наласына қаларсың, деп айтып жатыр Талғат аға. Жамандық қылсаң халыққа жапанда жалғыз қаларсың екен. Сіздердің жауаптарыңызды қабылдаймыз, иә? Ары қарай кеттік. Жақсылықты қызғанба, бәріңе жетеді. Жақсылықты қызғанба, бәріңе жетеді. Екінші жолы. Мықты жауап. Сіздердің жауаптарыңыз кеш келіп жатқан болу керек, иә? Қасиет, Зәуре, сіздер дұрыс жауап жазып жатырсыздар, енді келіп жатыр. Мүмкін сіздер жақта желі солай болып тұруы мүмкін. Жақсылықты қызғанба, бәріңе жетеді. Жақсы болып бір жүрсең, дүние қызық өтеді. Дүние қызық өтеді. Жақсы болып жүрсең екен ол, иә? Жақсы ниет. Кім айтар екен? Бізде уақыт аз қалған екен. Бір-екі тақырыпты өткізіп. Жақсы ниет жамандықты жасама, түбіңе жетеді дейді. Халық іші, өнер кеніші деген осы, иә? Жақсы ниет көңілден дейді. Жақсы ниет жарымырыс жауабы. Келесі тақырып білімдеден шыққан сөз дейді. Білекті бірді жығар. Білекті бірді жығар. Жақсы ниет, асыл қасиет. Білекті бірді жығар. Білімді мыңды жығар. Қайраттың жауабы қабылданды. Қайрат ағаның білімді мыңды жығар, дұрыс айтасыз Ажарапай. Келесі, білімдар достан бір сақтан. Бір сақтан. Білімдар достан бір сақтан. Білімдар достан бір сақтан. Білімдар достан бір сақтан. Білімсізден мың сақтан. Ажарапай, сіздің жауабыңыз қабылданды. Келесі. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақылын айтар. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақылын айтар. Жаның қиналғанда ақылын айтар деп тұр, иә? Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақылын айтар. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақылын айтар. Білімсіздік сыр сақта дейді. Білімсізден сырыңды сақта деп отырған жауап қой, иә?
Дұрыс айтасыз, Ажар апай. Білімсізбен дос болсаң, қашқанда өзіңді сатар. Сіздің жауабыңыз ұқсас, десе де ол топ ішінде бетін қайтар дейді. Қабылдай берейік, уақыттың тығыздығына байланысты. Білімсізбен дос болсаң, топ ішінде бетін қайтар дейді. Ары қарай, білім іздеген өсер. Білім іздеген өсер. Білім іздеген өсер. Болатын бала тауға қарайды деген мақалға ұқсайды екен, Білім іздеген өсер. Топ ішінде бетін қайтар. Өсек іздеген өшер. Өсекпен жоқ, айта салайын енді. Жауаптар жазылғаннан кейін бүлік іздеген өшер. Бүлік. Ілік іздеген өшер дейді, бүлік іздеген өшер екен бұл жерде жауабы. Сонымен бақ қонғаннан бақыт қашпас деген тақырыппен біз бүгінгі тікелей эфирді түйіндейміз. Бүлік іздеген өшер. Бақ қонғаннан бақыт қашпас дейді. Ал кеттік. Талпынбаған өшер дейді. Бәле іздеген өшер дейді. Бәле, бүлік. Пердегүл апайдікін қабылдаймыз ба? Кімнің жауабын қабылдаймыз? Достар, бақ келді деп таспа. Бақ келді деп таспа. Бақ келді деп таспа. Тасыма деп айтады ғой, үлкендер. Бақ келді деп таспа. Жау келді деп саспа. Жау келді деп саспа. Жоқ келді деп саспа дейді. Ажар апай, гүлім. Ештеңе етпейді, эфир сақталады. Арқалық аға, арқалық Серікұлы. Кешкіріп қалдық дейді тікелей эфирге. Қырсық шалды деп саспа дейді. Қиындықтан қашпа дейді. Қандай әдемі сөздер. Келесі мақал, достар. Бақ кеткенде басыңнан жоқтан бәле жабысар. 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 Өзіңізде аман жүріңіз, Бөбек апай. Жасай беріңіз. Жаныңыз жадырасын. Бақ кеткенде басыңнан жоқтан бәле жабысар. Егініңді өрт шалар, сау басыңды дерт шалар дейді. Ары қарай енді бір екі мақал оқиық, Екі мақал оқиық. Мұны сіздер білесіздер. Ары қарай кеттік. Бір тал ағаш өсірсең, еңбегіңнің жанғаны. Бұл да күшті мақал. Бір тал ағаш өсірсең, еңбегіңнің жанғаны. Бір тал ағаш өсірсең, еңбегіңнің айналаңа жиылар кілең ылғи тоғышар дейді. Егініңді өрт шалар, сау басыңды дерт шалар дейді. Дұрыс жауаптар енді келіп жатыр. Эфирден соң жақсылап қарап алам. Жақсылап қарап аламын. Бір тал ағаш өсірсең, еңбегіңнің жанғаны. Достар, бір тал ағаш өсірсең, еңбегіңнің жанғаны. Бір тал ағаш өсірсең, еңбегіңнің жанғаны. Бір тал ағаш өсірсең, еңбегіңнің жанғаны. Кім дұрыс жауап жазады екен? Содан кейін соңғы мақалды оқимын. Достар, жылдамдатыңыздар. Бір тал ағаш өсірсең, еңбегіңнің жанғаны. Абзал адам өсірсең,
басыңа бақ қонғаны. Дұрыс айтасыз, Аманғали ағаның жауабын қабылдадық. Ажар апай, қайталар едім, уақыт таяп қалды деп баяғыда айтушы едік. Солай болып тұр. Кешірім өтінемін. Дұрыс жауап жазылып қойды. Ал сонымен соңғы мақал. Барлықтарыңыз білесіздер. Кім бірінші жазар екен? Бақыт қолға қонған құс, байлық қолға ұстаған мұз. Жүрегіңізден айналдым, Ажар апай. Жақсы бала өсірсең, басыңа бақ қонғаны деп жауаптар келіп жатыр. Жарайды, ештеңе етпейді гүлім. Интернет деген солай ғой. Артында мұра қалғаны. Соңғы мақал, достар, тағы бір қайталап кетейін. Бақыт қолға қонған құс, байлық қолға ұстаған мұз. Бала артында қалған із дейді. Ол да дұрыс шығар. Құс ұшып кетеді, мұз ұрып кетеді. Мұз, кешіріңіздер. Құс ұшып кетеді, мұз еріп кетеді. Дұрыс. Сонымен қорытындылағанда дүниенің қызығы сіз бен біз дейді. Қайталап өтейін. Бақыт қолға қонған құс, байлық қолға ұстаған мұз. Құс ұшып кетеді, мұз еріп кетеді. Дүниенің қызығы сіз бен біз. Баршаңызға мың алғыс. Баршаңызға мың алғыс. Сонымен бақ қонғаннан бақыт қашпас деген тақырыппен біз бүгінгі тікелей эфирді аяқтаймыз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Тікелей эфирде келесі амандықпен жүздескенше.